Лонгер қаласында өлуге болмайды. Мүлдем тыйым салынған. Сізге күлкілі естілетін шығар, бірақ бұл шындық. Бәріміз де өмірде адам өлетінін білеміз және олар да біледі. Алайда тек Лонгер қаласына тән бір нәрсе бар. Негізінен алғанда Лонгер қаласы өте қызық қала. Ағылшыншадан Лонгер Бен деп аталатын бұл елді мекен халқы 1000-нан асатын солтүстіктегі ең үлкен қала. Ақ түндер деп аталатын қызықты табиғат құбылысы бұл жақта да орын алады. Яғни 4 ай бойы күн көтерілмейді және 4 ай бойы түн болмайтын қызықты қасиеттер бар. Өте суық елді мекен, бірақ қазір ғаламдық жылыну әсерінен орташа температура 6 градусқа жоғарылаған. Және бұл жақсы нәрсе емес. Лонгер қаласында 2144 адам тұрады және жақын аймақта бұдан үлкен қала жоқ. Сондықтан да қалада солтүстік университеті, үлкен супермаркет, цирк, мұражай, боулинг, бассейн, автобус маршруттары, газ станциясы, аэропорт, банк, өрт сөндіру бекеті, Toyota дилершип және кебаб рестораны орналасқан. Бұл заңды тұрғыда Норвегия елді мекені, бірақ астанасы Ослодан 2041 км алыста орналасқан. Тағда бұл аюлар көп мекен ететін жер, және олар адам жейтін аюлар. Сондықтан да Лонгерде қарусыз мекен етуге тыйым салынған. Тіпті университетке түскендерге ең бірінші мылтық атуды үйретеді. Оған қоса күннің суықтығына байланысты әр адамға ай сайын белгілі бір мөлшерде алкоголь беріліп тұрады екен. Ай сайын талон арқылы алкоголь сатылады. Лонгерде мысық асырауға тыйым салынған, өйткені мысық арктикалық құстардың басты жауы. Сондықтан елді мекенге мысық кіргізілмейді. Көріп тұрғандарыңыздай лонгерліктер тыйым салуды жақсы көреді. Енді кликбейтинг деп ойлап отқан боларсыздар, басты тақырыпқа көшейік. Шынымен де Лонгерде өлуге тыйым салынған. Лонгерде жағажайлар жоқ, өйткені қыстың орташа температурасы -15, -17-тен жоғарыламайды. Осындай Лонгер сияқты суық жерлердің топырақ қабатында пермафрост деген нәрсе бар. Перма және фрост деген екі сөздің қосындысы, яғни пермафрост мәңгі бақи мұзды топырақтар. Сондықтан да Лонгердің асты үнемі пермафрост, яғни мұз болып қатып қалған. Егер адамды сол топыраққа жерлесе, мумиялап тастайды. Бірақ ең негізгі себеп бұл емес. Өздеріңіз білетін шығарсыздар, 20 ғасыр басында, яғни 1918 жылы испандық тұмау Еуропада басталған болатын. Тіпті бұл тұмау Лонгерге де жеткен. Испандық тұмау 500 миллион адамның өмірін жалмады. Сол миллиондардың ішіндегі 11-і лонгерліктер еді. Олар сол өлген адамдарды дәл біз айтып жатқан пермафростты қабатқа жерлейді. Егер адамды осы пермафростқа жерлесе, адам денесі сақталып қалады. Ал мына испандық тұмаумен ауырған адамдарын жерлеген кезде адамның денесімен қоса вирустарды да сақтап қалған. Сондықтан дәл қазіргі кезде Лонгер елді мекенінің астында испандық қатып қалған тұмау вирустары бар. Дәл осы себептерден Лонгерде топырақтың астын қазуға болмайды. Егер дәл сол испандық тұмау қайта шықса, тоқтату қиын болуы мүмкін. Сондықтан да бұл кішкентай елді мекенде өлуге тыйым салынған. Егер адамның өлейін деп жатқаны белгілі болса, немесе өлуге жақын қалса, сол адамды теңіздің арғы жағындағы Норвегияға әуе немесе су жолымен апарып тастайды. Лонгерде өлуге болмайды. Ал егер адам байқаусыз да өлсе, Лонгерде жерлеуге болмайтын себептен өлген денені Лонгерден қайтадан сол Норвегияға апарып тастайды. Меніңше видео қызықты болған сияқты. Ал сіз қалай ойлайсыз? Негізгі видеоға идея айтқан және көмегін берген менің досым Алтынбек Нұртаза болатын. Дәл сол сияқты сіз де өзіңіз білетін қызықты идеяларыңызды бізге жіберсеңіз болады. Видео қылып шығаратын боламыз.